Сәлем достар, Зерек Бала каналына қош келдіңіздер. Қызықты видеоларыңызды жіберіп алмас үшін каналымызға тіркеліп, лүпіл басып қойыңыздар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз үй жануарлары. Сәлем, Даниал. Сәлеметсіз бе, анашым? Даниал, біз бүгін ауылда тұратын атаның үйіне қонаққа барамыз. Алақай, мен ата мен әжені жақсы көремін. Атаның үйіне де келіп қалыппыз. Балам, үйдің есігінің алдында не жатыр? Ит жатыр. Балалар, ит не істейді? Үйді күзетеді, қорғайды. Өте дұрыс. Амансыңдар ма? Құлындарым, қошақандарым, қош келдіңіздер. Ата, Даниал мен біздің көрермен бүлдіршіндерді сіздің үй жануарларыңызбен, оның төлдері, олардың алатын өнім бұйымдарымен таныстыруға алып келдім. Жарайсыңдар, мына ауламда жүрген үй жануарларым ғой. Жылқым құлынымен, сиыр бұзауымен, түйе ботасымен, қой қозысымен, ешкі лағымен, ит күшігімен, мысық марғаумен. Балалар, мына жануарларға атай мен әжей тамақ беріп, бағып-қағып өсіреді. Олар адамның күтімінде болады. Сондықтан оларды үй жануарлары деп атайды. Балақай, бүгінгі біздің видеомыз қызықты болса, лүпіл басуды ұмытпайық.